Құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 30 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген елбасының көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз. Биылғы тәуелсіздік мерекесі еліміздің өнер тарихындағы тұлғалардың мерейтойларымен тұспа-тұс келіп отыр. Күй атасы Құрманғазының шәкірті Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл. Күйшілердің күйін нәшіне келтіре тартып, төңірегі домбырашы қыз деп атаған. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген болатын. Ол Динаның домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. шежіре жыр болмаған, даламыздың тарихтарын толғаған, тарихы мен армандарын халқымның аманатты ұрпағына жолдаған. Ал Динажан, мен саған өз берерімді бердім. Енді ата жолын жалғастыруды өзіңе бата қылып берейін. Ал қолыңды жая қой. Өмірің ұзақ болсын, он саусағынан өнер тағылған Дина қыз. Бүлкіл деген көмейе жырға толған талай ақындар мен
күйшілердің өнерін дүйім жұртқа жеткізуді өзіңе тапсырамын. Қазақтың ата салтын жалғастырып, болашаққа жеткізе біл. Аумин. 2021 жылы ұлы қазақ жерінің және қазақ халқының сүйіспеншілігіне бөленген ұлы перзенті ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толады. Оның аты жүрегінде шексіз даланың, адам аспайтын ұлы хан тәңірі мен Алатау тауының ұшар басында жазғы күннің салқын лебі жасырып жататын жуан ағаштар мен табиғаттың шексіздігін, қазақ жерінің сұлулығын суреттейді. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз бендеміз. Басқаларға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнді, мына аспанды даламау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлемін деп қарамау. Қазақстан қадамы құтты, болашағы мықты, іргесі бекіген, экономикасы өсіп өркендеген тәуелсіз мемлекет. Қазақстан көк байрағы көкке самғаған, әділет жолын таңдаған, бабалар ізін жалғаған, еңсесі биік, егеменді мемлекет. Қазақстан дәулеті тасыған, досына құшағын ашқан, халқы бай, аса қуатты, мәртебелі мемлекет. Қазақстан құлашын кеңге сермеген, намысын жатқа бермеген, Орта Азия барысына айналар мемлекет. Қазақстан дамудың даңғыл жолында қарқындаған, әлемдік бәсекелестіктен тартынбаған, елі мен етіне елбасын айқындаған, болашағы жарқын, келешегі кемел мемлекет. Татулығы, тыныштығы тұрақты, Қазақстан егеменді ел, шуақты. Кемелденген келешекке көш тартқан, Қазақстан байрақты ел, қуатты. Жылдар сайын еселеген табысы, қазақ деген елміз биік намысы. Тынысымен барша әлемге танылған Қазақстан Орта Азия барысы. Қазақ елінің тәуелсіздігіне 30 жыл. Намысын бермеген қазағым
құрметті қонақтар. Армысыздар ардақты ағайын. Бұл күнде ордан көбейген, бұлбұлым сайрап көмейден, бәйтерегі биік елімде қуаныш той көбейген. Қазақстанның тәуелсіздігі бейбіт жолмен келді. Бұл азаттық үшін алысқан мың-мыңдаған азаматтардың қанының өтеуі. Бұл бүкіл тарихында өзгелерге қиянат жасау дегенді білмеген халықтың пейілінің қайтарымы. Бұл күн бұлты басқан елдің еркіндікке шыққан күні. Бұл күн отан үшін ұлт алдындағы парызын жауапкершілікпен өтейтін ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу міндетін қолға алған күн. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы Құтты болсын. Жаңақорған ауданының жағымды жаңалықтары. Бүгінгі көтеріліп отырған думан байрағы, елдік еңсесі, салтанат тұғыры, сән сарайы, еңбек тартуы, өзгеріс өрнегі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған елімнің еркіндігі тәуелсіздік атты салтанатты шараны ашып беру үшін сөз ауыл әкімі Садықов Сардар Мұхаммедуәли Сәдуақасұлын сахнаға шақырамыз. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ елі десек те болады. Бүгін біз еліміздің әр қазақтың ең қастерлі де асыл қазынасы, ең ұлық мерекесі, тәуелсіздік мерекесінің 30 жылдығын бүгін осы Жаңақорған ауданы, Аққорған ауылдық округі бойынша ашылу мерекелік шарасында отырмыз. Бұл мереке сондай дәрежесі жоғары қастерлі болғандықтан республикамыздың президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы өткен жылдың аяғынан бастап бүкіл республикалық дәрежеде ұлттық комиссия құрып, осы біз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын қалай мерекелеуіміз жөнінде жылдық іс-шара жоспарын жасады. Жаңақорған ауданының мәдениет саласындағы қызметкерлердің жылдық жоспарына сәйкес бүгін Аққорған ауылдық округінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесін мерекелеу шарасы басталып отыр. Барлығыңызды шын жүректен 30 жылдық тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Осы өздеріңіздің жиналғандарыңызды осындай үлкен мерекенің қарсаңында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша елбасымыздың осы өткенімізді, мәдениетімізді, қасиетті кісілерімізді, әулие әмбиелерімізді, сондай мәдени мұраларымызды сақтауға, қорғауға үлкен үлесін жасап жүрген жігіттерді Евразия ассоциация жастардың салауатты бірлестігі, қоғамдық бірлестігінің құттықтайшысы келіп отыр. Мына жерде ағаларымыз сол кісілер, сол өзіңіздің жерлестерімізді құттықтайды, арнайы марапаттар тапсырады. Сол кісілерді құрметпен ортаға шақырамыз. Алғыс хат құрметті Абдуллипов Нағысқан Мұстақұлына. Сізді Евразиялық ассоциация Фолай салауатты ұрпақ қоғамдық бірлестігі атынан құрметті алғыс хатты және медалымен марапаттаймыз. Еліміздің тарихы жаңғырып, көркейіп, гүлдену жолында атқарып жатқан барша еңбектеріңіз бен қайырымды игі істеріңізге толағай табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Сізге ізгі тілек білдіруші Евразиялық ассоциация Фолай салауатты ұрпақ қоғам бірлестігінің басқармасы. Дәл осындай алғыс хатты дәл сол мәтінде жазылған құрметті азаматымыз Садық Қамбар деген ағамызға, бауырымызға
дәл осы мәтінді алыстап марапаттау рұқсат етіңіздер. Дәл сондай сөз келді. Дәл осы мәтінде құрметті Беркінбеков Қуаныш бауырымызды сөзге шақырамыз. Рахмет, бақ қарасын, құбырданысын, құтты болсын, тек алға. Күміскен ауылының өнерпазы Бұлқынды жүрек әнімен Құрманбай Бауыржанды қарсы алыңыздар. шырқады. Қыран болып қасиетті танытты, күнді сүйген қазағымның ұрпағы. Атамекен әні орындайтын Бурабаев Болысбек, Көктөбе ауылы.
Қалайша махаббатымды ықтырамын мен сенің ақ көзіңе шайқайтын орындайтын Досан Гүлдана Көктөбе ауылының өнерпазы. ырысты байтақ елдің азаттығын келеді айта бергім. Жүрегін жырыменен ән кернеген, мәңгі жаса өркіп. Күй шашы би орындайтын Шуақ би тобы, Келтөбе ауылы.
Шалқа күйі орындайтын сыртта домбырашылар ансамблі Қожакент ауылының өнерпаздары.
память наших школьных дней. Бостандығым 90 күнім азалдан 20 жыл аспан кірсіз ажарлан. Сен келгенде серпілгенмін қайғыдан, сен келгенде сары мұңнан тазарғам. Жаса Қазақстан әні орындайтын Бексұлтан Бидаш, Хамтез ауылы. Жастарым жалыны бар, қарттарым қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихым тамыры бар, дәстүрім дәлірі бар, сақ пен мұң сарым бар, жаса қазағым. Жаса қазақ тілін, жаса ғажап тілін, баянды бол қазақ тілін, бағын аймазын. Жаса
рухты қалпыңды жаса жаса көкті салдым айдарасып мықтыраның жаның жайнасын өзендері есімде мен көрген жатып өзің көрген күлген төсін көрген жаса қазағым көтеріп тұлпарменен саят болып тұлпарменен күйдірген шырқап жүрген жаса қазағым жаса жаса қазақ тілін жаса жаса ғажап тілін баянды болып қазақ тілін бағын қаймасын жаса жаса рухты қалпын жаса жаса көкті салдым айдарасып мықтыраның жаның жайнасын қазақ тілін жаса жаса ғажап тілін баянды болып қазақ тілін бағын қаймасын жаса жаса рухты қалпын жаса жаса көкті салдым айдарасып мықтыраның жаның жайнасын жаса жаса қазақ тілін жаса жаса ғажап тілін баянды болып қазақ тілін бағын қаймасын жаса жаса рухты қалпын жаса жаса көкті салдым айдарасып мықтыраның жаның жайнасын Қазақ күйлеріне попурри орындайтын Түркіскен ауылының балалар өнер мектебінің домбырашылар ансамблі.
сен едің бір бүршігім мен едің қолым қысқа демедің қолтығымнан демедің рахмет туған қазақ деп соққан жүрегім ғасырымның бірінің айғағында тағдырдың табаны саған тірек рахмет туған рахмет саған туған қасиеттім келем жаралған сенен сүйдім арқарғайым жүргенде арқамды саған сүйдім арқарғайым жүргенде арқамды саған сүйдім рахмет саған еркеледім есілдім ессіз көзсіз жүзігім еңіреп кетті-ау есігім бәрінде соң кешірдім рахмет туған балалығым қалса да қателік деген қаншама жүрмін ғой әлі ерке шашымда ақшам шалса рахмет туған рахмет саған туған қасиеттім келем жаралған сенен сүйдім арқарғайым жүргенде арқамды саған сүйдім арқарғайым жүргенде арқамды саған сүйдім рахмет саған туған рахмет саған туған арқарғайым жүргенде арқамды саған сүйдім рахмет саған туған рахмет саған туған рахмет саған туған жазылған жақсы келді сейіловтің әні кездесерміз. Мереке құтты болсын ағайындар. Бүгінгі тәуелсіздік оңашылық мерекесі. Баршаңыз бақытты болсын. Biz
құтты болсын. Жеткен арман жаса тәуелсіздігін, қолын алған егемендік тізгінін. Армандармен атты азаттық ақтаңы, Қазақстан тәуелсіз ел бүгін. Туған жер орындайтын Гүлнар Қосуыма, Қожагент ауылының өнерпазы. Қарсы алыңыздар. Қол соғып қошеметтеп отырайық өнерпаздарды. Өзені көлі таулары, болмаса шалғын баулары, жанымды менің келмеді баулары. Әкбабам қоным жайлаған, тарихты өзі сайраған, анандай көктем биені жайнаған, айналам. Менің елім мекенім, дайым мақтан етемін. Гүлдер ашық аспан, қойғандай жазып тастан, менің алтын бесігім, туған жер жұмақ мекенім. Төгілген көктен шуағын, ойыма жігер қияды. Бұл өлке жердің жұмағын, қазақтың дархан даласы, санаттың болған атасы, бірліктің туын көтерген мақаласы. Менің елім мекенім, әрдайым мақтан етемін. Гүлдер ашық аспан, қойғандай жазып тастан, менің алтын бесігім, туған жер жұмақ мекенім. Менің елім мекенім, әрдайым мақтан етемін. Гүлдер ашық аспан, қойғандай жазып тастан, менің алтын бесігім, менің елім мекенім, әрдайым мақтан етемін. Гүлдер ашық аспан, қойғандай жазып тастан, менің алтын бесігім, туған жер жұмақ мекенім. Бүгінгі кешімізді сүйемелдеген Думан вокалды инструменталды ансамбліне алғысымызды білдіреміз. Тәуелсіздік азат тарихымыздың арман мен айбынға толы алғашқы беті. Тәуелсіздік, іштеген тұмақ пен сырттағы ықпалдастық, бүгінгіге деген төзім мен сабыр, ертеңге деген үміт пен сенім. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын. Елдігіміздің тұмары, ерлігіміздің шынары болған тәуелсіздік тартулары мәңгілік елдің мәңгілік ұранында айналсын. Ел тәуелсіздігінің мерейлі мерекесіне арналған елімнің еркіндігі тәуелсіздік атты салтанатты шарамыз осымен аяқталды. Жарқын болашаққа қол созған қазақ елінің даңқы арта берсін. Амандықпен жүздескенше ағайын. Қош! Сау болыңыздар.